Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен керемет бір пирог пісірдім. Бұл пирог дәмді, әрі жұмсақ және жұмысы аз. Бұл пирогты пісіру үшін нан илеп ашытудың қажеті жоқ. Тез піседі. Енді осы пирогты қалай пісіргенімді бүгін сіздерге толығымен көрсетемін. Бүгінгі пирог етпен пісірдім. Алдымен пияз, сәбізімізді турап дайындап аламыз. Табаға майымызды құйып ап, алдымен пиязымызды қуырамыз. Табадағы майымыз қызғаннан кейін. Пиязымызды сарғайтып қуырып алып, сәбізімізді салып қуырамыз. Енді фаршымды салып қуырам. Тұзымды, бұрыштарымды салып, жақсылап араластырам. Етіміз пісті, енді астын өшіріп, суытуға қоям. Енді құйма нанымызды дайындай бастаймын. 2 жұмыртқа жарып ыдысыма салам. 1 чай қасық қант, 10 грамм нан қосытқыш, жарты чай қасық тұз саламыз. Және 5 қасық сметана ыдысымызға тағы да саламыз. Алты ас қасықпен ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Алдында сметананы айтуды ұмытып кеттім, қандай қасықпен салатынымызды. Ас қасықпен саласыздар сметананы. Дайындап алған құймамызды мен силикон ыдысымның түбіне құям. Үстіне қуырып дайындап қойған жаңа фаршымызды саламыз. Менің 300 граммдай фаршым кетті. Енді үстіне қалған құймамызды құйып, духовкаға қоямыз. 180 градуста 30 минуттай піседі.